Ең тағы да айтамын, 30 миллион теңгеден $1 асып кеттіңіз, 5% бересіз. Күштісі солай компания. Енді бұл жақта классика, қалай айтсам екен, басқа маркетингтердің барлығында да біз бинармыз деп айтады ғой, бірақ повторный заказдың барлығы естеріңізде болсын, бинарный бар. Повторный заказдың бәрі классикадан өтеді, еш уақытта бинардан өткізбейді. Өткізбейді, иә. Өйткені матчинг бонус тек қана лидеріңіз бинардан қанша тапты, сол бойынша сіздерге матчинг бонус есептеледі. Чека дейміз ғой. Структурнадан төлемейді. Ал повторный заказдың барлығы классикадан өткеннен кейін, демек матчинг бонус алғашқы регистрация жасалған адамдардың товар оборотын есептеп матчинг бонус беру мүмкін. Иә? Сондықтан мен көп жағдайда айтамын. Демек повторный заказдың бары 10 линиялық классикадан или 5 линиялық классикадан өтті ме, демек ол матчинг бонус сіздерде одноразовый деймін болды. Ал бұл жақта қалай? Бірінші заказыңызда, повторный заказыңыздың барлығы классикадан өткендіктен бұл жақта матчинг бонус сіз тұрақты түрде ай сайын алып отырасыз. Енді қараңыз, мен матчинг бонуста бірін секіріп кеттім. Бұл жақта 60 миллион товар оборотқа жеткен кезде, демек 5%-ке жеткен кезде, сіз 60 миллионның товар обороты 5%, 3 миллион теңге ақшаңызды аласыз командалық товар оборотыңызда. Плюс компания ынталандыру мақсатында дейміз ғой, бір-ақ рет емес, ай сайын 375 мың теңге ақша оклад ретінде беріп отырады. Ол тұрақты түрде. Қазіргі таңда Ардақ ханым, жаңа сіздерге продукт өнімін түсіндіріп кеткен кісі, ол кісі қазіргі таңда 188% пен 9% аралығында. Иә? Демек, товар оборотының 8%-ін алып отыр, ай сайын және тұрақты түрде 750 мың теңге оклад алып отыр. Осы 8%-тен 1% төмен түсіп кетсе, 7% алып отса, мына 750 мың теңгені алмайды, бірақ 375 мың теңге ақшаны ай сайын алып отыр. Иә? Мен көрген Қытайда барған кісілер, лидерлер, осы алғашқы 3 түрлі табыстың өзінен айына 75 миллион, 150 миллион теңге айына тауып отыр. Осы алғашқы 3 түрлі табыстың өзінен. Неге? Өйткені компания айтады, мен маркетингке 87% маркетингқа бөлген, 13%-ін өзін алып қалған. Оның 10% расходына кетеді екен, 3% таза маржамен өмір сүреді компания. Неге? Өйткені өнімде халық үшін жасалған, маркетингте халық үшін жасалған. Сол үшін де бұл жақта маркетинг барысында сіздер көріп отырсыздар. Матчинг бонусқа тоқталатын болса, отличник командалық бонустан товар оборот өзіңіз 13%-ке шыққаннан кейін, командаңыздан бір лидеріңіздің 13% шыққаннан бастап сізге матчинг бонус ашылады. Матчинг бонус өзінің отличник 30% көріп отырасыз. Егер матчинг бонустан личниктен 40% және екінші линия ашылу үшін бұл жақта уже шарт басталады. Соңғы, то есть 6 түрлі табыс болса, соңғы 2 түрлісінде компанияда уже шарт басталады. То есть астыңыздағы 4 личнигіңізді 60%-ке шығу керек. 50 миллион товар. Иә, ол қиын емес. Айына 60% товар оборот жасау дегеніміз, ол накопитель. Мен қазір өзім 40%-дан мен астымдағы 6 личнигім болса, соның 3 өсімі, или 4 өсімі, мен артымнан қалып кетті, олар 30%. Мен 50%-ға жақындап келгенде олар 40%-ке шығады. Сондықтан бұл накопительный болғандықтан біз бұны қалай айтсам екен, жеңіл түрде қабылдап отырмыз. 8 личникті жеңіл түрде. Өйткені маркетинг классика ширинаны өсіру керек болғандықтан сіздің ой өрісіңіздің ширинасы өседі. Сол себепті маркетинг бұл өте жақсы, тиімді вариант деп айтылады. Ал 8 личнигіңіз 60%-ке шығып қан кезде сізде уже матчинг бонус 4 линия ашылады қатарына. 4 линия ашылады. Сондықтан 8 личнигіңіз болса, 8 личнигіңізден матчинг бонус 30%, одан кейін 20%, одан кейін 10%, одан кейін 5% алып отырасыздар. Осы бойынша сұрақ бар ма? Қысқадан қысқа. Плюсын айтып өтейін. Сұрақ жоқ. Плюстарды айтып шығайық. Бірінші түрлі ход доступный. Екінші пакетіңізді апгрейд жасамайсыз. Үшінші классика накопительный. Төртінші бұл жақта дисбалансты күтіп отырмайсыз. 60%-ке 50%-ға 40%-ға шықсаңыз да сол дәрежені сақтап тұра бересіз. Компанияда ежемесячный активация жаса деген шарт қойын маған. Немесе осынша товар оборот жасамасаң, келесі айда мына процентіне төмен түсіп қаласың деген онда ештеңе шектеу қоймаған. Личник привязка жарайды. Өзің жасадың ба, астыңда осындай 2 личник осындай оборот жасаған кезде деген ондай шарт қоймаған. Бірақ бір күштісін айтайын. Басқа компаниялардағындай емес, осынша товар оборот жасасаң қыдыртам, осынша товар оборот жасасаң машина беремін, осынша товар оборот жасасаң үй беремін деп айтқан жоқпыз. Неге? Компанияда әділетті түрде мен маркетингке 87% бөлдім. Табыс тауып өздеріңіз сатып алыңыздар. Мен көрген лидерлардың барлығы осы Қытайда 1 жыл 5 айдың ішінде бір табыс тауып отқан Ардақ ханым прямой спонсоры бар. Есімі Ман, бірақ біз 1000 деп атап кеттік. Айлық табысы 75 миллион теңге. 1 жыл 5 айдың ішінде. 1 жыл 5 айдың ішінде? Иә. Статустары бар ма, жоқ па? Статус